Сәлем достар, бүгін сіздерге мандариннің пайдасы мен емдік қасиеті туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен каналыма жазылып алыңыздар. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Мандарин сөзі Қытай тілінде бай адам деген мағынаны береді. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де, отаны аспан асты елі. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Мандариннің емдік қасиеттері: жөтелге қарсы пайдалы, қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы, витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан, ішек аурулары, іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздықта, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп, сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Достар, бүгінгі дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, келесіде шығатын ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басыңыздар.